Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Жусай қосылған орама нан жасаймыз. Кей жерде ханым деп айтады бұл тағамды. Мен алдын ала көкөністердің бәрін жуып, аршып, тазалап алдым. Бүгін мен салмасына картоп және пияз, жусай, ет қосамын. Картопымыздың барлығын жақсылап ұзыншақ етіп турап аламыз. Және пиязымызды да солай ұсақтап, ұзындап, бірнеше бөлікке бөліп турап аламыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін жусайымызды де тураймыз. Жусай шөбі өте дәмді және иісі хош иісті, денсаулыққа пайдалы. Жаз кезінде жусайды көптеп тамаққа қосқан маған ұнайды. Жусайымды турап алдым. Ал мен етімді алдын ала ұсақтап турап қойдым. Сіздер ұсақтап турасаңыздар, немесе тартылған ет қоссаңыздар болады. Ал егерде етті ұсақтап турап қоссаңыздар, ораманың дәмі ерекше болады. Еті бір-біріне жабыспай, шашырап тұрады. Барлық салмамызды ыдысқа салып, оның үстіне туралған етімді салдым, және тұзымды, және қара бұрыш қостым, жарты ас қасық, және күнбағыс майын қосамын. Салмасын толықтай барлығын жақсылап араластырып аламын. Жақсылап араластырып алдым. Мен алдын ала бір жұмыртқа, тұз бен салқын су қосып, қамыр илеп алдым. Қамырымыз қаттырақ иледім, және қамырымызды екінші рет шет-шетін жинап, екіге бөліп, бірнеше рет илеп, үстін жауып, тағы да 5 минутқа тындырып қоямыз. Қамырларыңызды бірнеше рет илеп тындырсаңыздар, қамырларыңыз жылтыр, әдемі болып шығады, әрі тез оңай жайылады. Қамырымыздың шет-шетін жайып, дөңгелетіп жайып аламын. Қамырыңыз бір тегіс болу үшін ең алдымен шет-шетін жайып алсаңыздар, қамырларыңыз тегіс болады. Жайылған қамырымыздың үстінің барлық шет-шетіне күнбағыс майларын жағып шықтым. Күнбағыс майынан басқа сіздер сары май жақсаңыздар болады. Және ішіндегі салмасын теңдей екіге бөлдім. Салмасын барлық шет-шетіне нанның түгелдей салып шығамыз. Түгелдей салып, шет-шетін орап, рулет жасаймыз. Қаласаңыздар, осы нанды екіге бөліп, кішірек орама жасасаңыздар болады. Ал мен үлкенде қылып жасадым. Осылай жасап, буға пісетін ыдысымызды алдын ала астын майлаймыз күнбағыс майымен. Қамырымызды салдық. Және осылай 35-40 минут пісіреміз. Жусайдың иісі хош иісті, иісі өте әдемі, маған қатты ұнайды. Осы орама тамақ, және отбасымда балаларында жусайды сүйіп жейді. Сіздер де осындай дәмді орама жасаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.